Бүгін елордада бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлының төрағалығымен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесінің 32-ші мәжілісі басталды. Кеңес жұмысын ашқан Наурызбай Қажы Тағанұлы биыл ғұламалар кеңесінің 4 мәжілісі өтіп, онда 20 пәтуа, 2 құжат және 2 ғылыми жоба және 2 мәлімдеме жарияланғанын атап өтті. 2 күнге жалғасатын мәжілісте мүлікті банк арқылы сату үкімі, алтын және күміс саудасына қатысты үкім, салынғалы жатқан жылжымайтын мүлікті сатудың үкімі туралы пәтуалар бекітілмек. Сондай-ақ бірнеше жобаның ережесін қабылдау жоспарланған. Бұл біздің тәуелсіздік Қазақстанымыздың 30 жылдығындағы қорытынды жиын. Бүгінгі жиында қаралатын бірнеше фатуалар бар. Егер оларға тоқталатын болсақ, мүлікті банк арқылы сату үкімі және алтын және күміс саудасына қатысты үкім, сонымен қатар салынғалы жатқан жылжымайтын мүлікті сату үкімі сынды осындай бірнеше фатуалар Алла қаласа бүгінгі және ертең жалғасатын біздің ғұламалар кеңесінің жиналысында қаралатын болады. Бірнеше құжаттар қаралатын болады. Алла қаласа соның бірі келесі жылға 2022 жылға арналған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жылдық жоспары талқыланады және ақсақалдар алқасының ережесі талқыланып және бекітіледі. Сонымен қатар қоғамдық кеңес туралы ереже талқыланып бекітіледі. Бұйырса, осында бірнеше құжаттар Алла қаласа қаралатын болады. Сонымен қоса біз басталған ғылыми жобалардың бірі қазақ тіліндегі діни сөздердің орфографиялық сөздігі бүгін осы жиналыс үстінде жұмыс барысы жөнінде баяндалады. Сонымен қатар бүгінгі ғұламалар кеңесінің отырысында пәтуалар жинағының 3-ші томы таныстырылды. Жинақта қазіргі қоғамда жиі талқыланатын көкейкесті діни мәселелер мен үкімдері жан-жақты қаралып, шариғат негіздеріне сүйене отырып, шешімі мен пәтуалары толық топтастырылған. Жаңа жинақ діни басқармаға қарасты Муфтият баспасынан жарыққа шықты.